Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Барлық қолдап жатқан жандарға алғысымды білдіремін. Бүгін мен сіздерге 2018 жылғы 14 камера деп аталатын қорқынышты фильм туралы айтып беретін боламын. 5 адамнан тұратын отбасы үлкен әдемі үйді арзан бағаға күмәнданбай жалға алады. Кейіпкерлер үйдің иесі қонақтарға ескертпестен бірнеше жасырын камералар орнатқанын білмей орналасады. Ол ең интимді сәттерді түсіріп алғысы келеді. Жақсы қаралым тілеймін. Жалдамалы үйде тұратын жас жұбайлардың ыстық суы ақпай қалады. Жігіт мәселені шешу үшін үй иесіне қоңырау шалуды шешеді. Кенеттен оған жағымсыз ер адамның дауысы жауап беріп, ол дөрекі бола бастайды. Жігіт қызметке таң қалады және де қызына қонақ үй бөлмесіне көшуді ұсынады. Бүкіл үйде орнатылған жасырын камералар тәулік бойы болып жатқан барлық нәрсені, соның ішінде интимді сәттерді түсіреді. Барлық болып жатқан жағдайды Джеральд есімді кәрі азғын үнемі бақылап отырады. Ерлі зайыптылар өз істерімен кетіп қалғанда, ол қыздың іш киіміне және әртүрлі қажеттіліктерге қол тигізу үшін олардың үйіне келеді. Кешке ерлі зайыптылар өз заттарын жинау үшін оралады, бірақ мүлдем олар жоқ кезде үйге бейтаныс адам келгенін білмейді. Келесі күні Джеральд басқа үйге келеді. Ол үйді Сара есімді жалғызбасты қызға жалға берген еді. Шал онда жаңа камераларды тыныш орнатады және тоңазытқыштан өнімдерді пайдаланады. Кенеттен қыз үйге оралады, сондықтан шал ванна бөлмесінде жасырынуына тура келеді. Өкінішке орай Сара душ қабылдауды шешеді, сондықтан шал оған шабуыл жасап, оны ұра бастайды. Алдымен ол қызды байлап тастайды, содан кейін ол бұдан әрі не істеу керектігін ойланады. Дәл осы сәтте Сара есін жинайды. Джеральд тағы да оны есінен тандырып, көмек шақыруға мүмкіндік бермейді. Кейін ол қызды фургон төсегіне апарып, көптеген үйлерінің біріне апарады. Ол жерде ер адамның басты бөлмесі бар болатын. Онда ол барлық қонақтарын бақылайды. Сара есін жинағанда Джеральд оны тағы бір тұтқын тұрып жатқан жертөлеге түсіреді. Осы уақытта жаңа отбасы жазғы демалыста баспана жалдағалы жатыр. Лори есімді әйел Джеральдтың үйін таңдайды, өйткені ер адам жалдау ақысын төменгі бағаға қойған болатын. Лори және оның күйеуі Артур, ұлы Кайло, қызы Молли және оның досы Даниэль шағын саяхатқа шығады. Жақын арада олар үйге жетеді. Қыздар бірден бассейнге шомылуға барады, ал бұл шал Джеральдты қуантады. Ол жартылай жалаңаш қыздарды көру мүмкіндігін жіберіп алмайды. Осы кезде Даниэль бұрынғы жігітінен кек алу үшін Кайлға қырындай бастайды. Молли душ қабылдап жатқанда ол онымен ашық флирт жасайды. Осы уақытта азғын Джеральд камералардан ересектерге арналған веб-сайтқа бейнелерді жүктейді. Кейінірек отбасы әкесінің оларды біреу бақылап отырғандай біртүрлі сезімі бар екенін айтады. Алайда Лори бұған аса мән бермейді. Осы уақытта Даниэль Кайлға қырындауды жалғастыруда. Бірақ жігіт әлі де ештеңені байқамағандай кейіп танытады. Ал қыз бөлмеге оралғанда Молли досынан ағасын жайына қалдыруын сұрайды. Түнде Сара Клэр есімді жертөледегі қызбен танысады. Ол ұзақ уақыт бойы осы жерде тұтқындықта отырған. Өйткені қашу мүмкін емес еді. Сара бірден қашу туралы айта бастайды, бірақ Клэр оған егер Джеральд білсе, оларды өлтіретінін ескертеді. Өйткені мұндай жағдай бұрын болған екен. Жақын арада қыздардың бірі қашуға тырысқан, бірақ ер адам оны қуып жетіп, содан кейін Клэрді сол қыз үшін қабір қазуға мәжбүр еткен. Клэрдің баласы Джеральдпен бірге тұрады. Ер адам балаға тиіспейді, бірақ ол ешқандай тәрбиесімен де айналыспайды. Бір күні қызығушылық танытқан бала байқаусызда камераларды тауып алады. Содан кейін ол әкесіне неге сонша бейнетехника қажет екенін білгісі келеді. Осы уақытта отбасы толық құрамда шаруаларымен шығып кетеді. Бұл Джеральдтың үйге тыныш кіріп, олардың заттарын ақтара бастауына мүмкіндік береді. Жаңа камералар орнатқаннан кейін азғын шал асығыс үйден шығып кетеді. Ал отбасы қайтып келгенде Артур есіктің неге құлыпталмағанына таң қалады. Біраз уақыттан кейін ол Даниэльдің құлап қалған ерін далабын тауып алып, біреу олардың үйін бақылап отыр деп күдіктене бастайды. Осы кезде Джеральд қыздардың бірінің душ қабылдауға дайындалып жатқанын көріп қуана бақылайды. Арасында өз бейнелерін ересектерге арналған веб-сайтта бірнеше мың долларға сатады. Сара енді Клэрдің көз жасына ерік беріп сұрағанына қарамастан қашып кету туралы ойынан айнымайды. Джеральд қыздарға тамақ әкелгеннен кейін Клэр жаңа досына оның ұлы бар екенін айтады. Өйткені Джеральд оны ұрлап әкеткен уақытта қыз жүкті болған болатын. Ол жертөледе босануына мәжбүр болған, содан кейін психопат нәрестені алып кетіп, және ол баласын ешқашан көрмеген. Сара бұл Джеральдтан кек алудың тамаша себебі екенін түсіндіруге тырысады. Біраз уақыттан кейін ол Клэрді қашуға көндіреді. Джеральд оларды жуындыруға апарған уақытта олар қылмыскерді өлтіру туралы жоспар жасайды. Сонымен қатар Джеральдпен бірге тұратын бала кездейсоқ көліктің жүк салғышының кілттерін тауып алады. Содан кейін оған тыныш кіреді.
Ер адам мұны байқамайды және көлікпен өзінің құпия үйіне барады. Онда ол барлық бақылау камераларының жұмыс жасамай тұрғанын анықтайды. Паникаға түсіп, Джеральд техниканы жөндеуге барады. Ол камералармен байланыс орнатқаннан кейін қыздардың іш киімін ұрлау үшін бөлмесіне кіріп өз мүмкіндігін жіберіп алмайды. Осы кезде Даниэль үйге кіреді, бірақ соңғы сәтте Джеральд жасырынып үлгереді. Осы уақытта жігіт әкесінің бақылау бөлмесінен шыққан барлық нәрсені жасырын түрде бақылайды. Кейінірек Даниэль сөмкесінің шашылып жатқанын анықтайды. Молли Кайл алкогольді іздеген болуы мүмкін деп болжайды. Бірақ бұл іс оны ақтамайтын болғандықтан қыздар ұрсыса бастайды. Ал Даниэль өзінің іш киімі жоғалып кеткенін байқаған кезде ол Кайлды ұрлап алды деп айыптап, оны азғын деп атайды. Джеральд үйге оралғаннан кейін ол бірден қаруын алып тұтқындағы қыздарды тексеруге барады. Бала бәрін сырттан бақылап тұрады, ал сәл кейінірек ол Джеральдтың іш киімді қуана иіскегеніне куә болады. Біраз уақыттан кейін жынды шал Клэрді жуынатын бөлмеге апарады, ал Сара жалғыз қалып қандай да бір қару табуға тырысады. Кейін ер адам қайтып келіп, өзімен бірге Сараны алып кеткісі келеді. Ол Сараның кісендерін шешіп тастағаннан кейін ол ағаш таяқшамен бірден соқ қалады. Содан кейін қыз қашып кетуге тырысады, бірақ гаражда қамалып қалады. Ол психопатқа Клэрді жіберген жағдайда ешқандай төбелессіз берілуге уәде береді. Бірақ ол келісімге келмейді. Сондықтан ол өзінің құрбанын газбен олай бастайды. Сара оның таңдауы жоқ екенін түсінеді және балта алып ессіз шалға шабуыл жасау үмітімен есікті ашады. Бірақ бұл оның өмірінің соңғы сәттері болды, өйткені Джеральд қызды атып тастайды. Біраз уақыттан кейін Клэр көзіне жас алып, досына қабір қазады. Осы уақытта отбасы тұратын үйде жанжалдар жалғасуда. Артур қыздарды тыныштандыруға және оларды Кайлмен татуластыруға тырысады. Бірақ ол әрекетінен нәтиже шықпай, ұрыс одан сайын көбейеді. Кешке ата-анасы ұлымен бірге қалаға кетіп бара жатқанда қыздар үйде жалғыз қалады. Джеральд ересектерге арналған веб-сайтқа тікелей эфирді жалғастыруда. Онда кенеттен тұрақты оқырмандарының бірі оған осы қыздарды сатып алуды ұсынады. Ер адам бірден олар сатылмайды деп жауап береді, бірақ комментаторлардың бірі үйдің мекен-жайын анықтап береді. Джеральд ол комментарийді бірден өшіріп тастайды, содан кейін паникамен қыздардың үйіне қарай барады. Ол келген бойда ол жерден біртүрлі адамды байқайды. Ал Молли мен Даниэль жақындап келе жатқан қауіпті байқамай өз істерімен айналысуды жалғастыруда. Біраз уақыттан кейін бейтаныс адам қыздарды бірінен соң бірін электрошокермен ұрып соғып байлап тастайды. Джеральд не болып жатқанын бақылауды жалғастыруда, бірақ көп ұзамай кенеттен қара киімді адамға шабуыл жасап, оны балғамен ұрады. Осыдан кейін ол қыздарға оралып, оларды тыныштандыруға тырысады. Алайда ер адам куәгер қалдыра алмайтынын түсініп, сондықтан оларды жертөлеге апаруға шешім қабылдайды. Осы кезде бәрін бақылап отырған бала алдымен полиция шақыруға шешім қабылдайды. Содан кейін ол Клэрді жертөледен босатады. Кайл көшеде Даниэльдің айқайы шығып жатқан ақ фургонды байқап қалады. Ол қызды құтқаруға тырысады, бірақ Джеральд тез арада жетіп келіп, жігітті талдырып түсіріп, қылмыс орнынан қашып кетеді. Жынды шалдың жасырынған жеріне барар жолда Даниэль өзін босата алып, ер адамның жоқтығын пайдаланып, ол қашып кетуге тырысады. Бірақ ол кенеттен баласы бар әйелді байқайды. Олар өзімен бірге алып кетуін өтінеді. Осы кезде Джеральд пайда болып, оларға оқ жаудырады. Рөлде отырған Клэр артқа жүріп, ер адамды жаншып өтеді. Бала абдырап қалып, әкесінің қозғалмайтын денесіне қарайды, бірақ бірден көлікке отырады және олардың барлығы осы тозақтан бірге кетеді. Келесі күні таңертең барлық жаңалықтар Джеральдтың қылмысын талқылайды. Оның компьютерінің дискісінде жүздеген мың сағаттық бейнежазбалар бар болатын. Полиция Джеральд үйлерінің барлық тұрғындарына олардың үнемі бақылауда болғанын хабарлайды. Сонымен қатар құқық қорғау органдарының қызметкерлері ұрланған қыздар әлі де кейбір үйлерде жасырылуы мүмкін деп болжайды. Таңғаларлығы Джеральдтың өзі де аман қалған болатын. Осыдан кейін ол кездейсоқ әйелді өлтіріп, оның көлігін ұрлап кетеді. Содан кейін ол Мексикаға барып, бірнеше жаңа тұтқындарды өзімен бірге алып, сол жерде жасырынуға шешім қабылдайды. Фильмнің соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.